Ежелгі Қытайдың қандай ғылыми жаңалықтары бүгінгі күнге дейін жетті? Ежелгі Қытайдың ғылыми білімдері жоғары дәрежеде болды. Математика ғылымы биік деңгейде дамыды. Ежелгі қытайлықтар өздеріне дейінгі шығармалардың мәліметтерін пайдаланып, теріс сандардың амалын сипаттады. Бөлшектердің пропорциясы мен прогрессиясының амалдарын қолдана алды. Ежелгі қытайлықтар геометрия ілімінде фигуралар туралы білімдерін қолданып, оларға қатысты математикалық амалдарды шешті. Чжан Цянның 9 кітапты математика еңбегі қолданбалы маңызы бар шығарма болып табылады. Бұл еңбек жер өлшеуіштердің, жұлдызнамашылардың, шенеуніктердің және тағы басқа күнделікті қажетті оқу құралдарының біріне айналды. Қытайда шенеунік қызметіне ие болу үшін олар математика бойынша да емтихан тапсыруы керек еді. Ежелгі Қытай жылнамашылары жұлдызды аспанның картасын жасады. Онда 28 шоқ жұлдыз көрсетіліп, аспан денелерінің қозғалысы және орын ауыстыруы алдын ала айтылды. Күн мен айдың тұтылуы болжанды. Олар алғаш рет күннің бетіндегі дақтарды бақылады. Сарай жанындағы жұлдызшылар ауқатты ақсүйектер үшін жұлдыз жорамалын құрастырды. Ежелгі Қытай жұлдызнамашыларының негізгі жетістігі күн-ай күнтізбесін құрастыруы. Қытайлықтардың түсінігі бойынша жыл 365 күннен және 12 айдан тұрады. Күнтізбе егін шаруашылығын жүргізуге бейімделді. Қытай мәдениеті дамыған ежелгі елдердің бірі. Қағаз, папирус пен компастың отаны. Бұлардың барлығы хан патшалығы кезінде жасалған дүниелер. Қытай өнертабыстарының ішінде сейсмограф та бар. Оны 132 жылы Қытай ғалымы Чжан Хэн ойлап тапқан. Ежелгі Қытайда медицина ілімі өте жоғары деңгейде дамыды. Ежелгі Қытай дәрігерлері емдеудің түрлі әдістерін, инемен емдеу, жаттығулар, күйдіру әдістерін қолданды. Медицина бойынша көптеген трактаттар сақталып, бүгінге дейін жеткен. Сол трактаттарда ауру түрлері мен оларды емдеу тәсілдері сипатталған. Қытайлықтар өсімдіктердің көптеген емдеу қасиеттерін ашты. Біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырда Қытайда қағаз пайда болды. Сөйтіп әлемде бірінші рет қағазға жазу қалыптасты. Қытайда өте ертеде иероглифтік жазу пайда болған еді. Қытай иероглифтері тігінен жоғарыдан төмен қарай жазылады. Тарихи деректерге қарағанда, жібек шаруашылығы алғаш рет Қытайда пайда болған. Көздің жауын алатын күміс талшықтарды Европаның патшалары Қытайдан арнайы алдыртып отырған. Себебі жібек өз заманында валюта ретінде мемлекеттер арасындағы төлем құралының міндетін атқарды. Жібекке деген сұраныс батыс пен шығысты жалғаған ұлы жібек жолы сауда керуенінің пайда болуына алып келді.